Сәлем, сізді бүгінгі видеода көргеніме өте қатты қуаныштымын. Себебі бүгінгі видеода өзіңмен жұмыс деген не? Онымен не үшін жұмыс жасау керек? Ол қалай, в целом не істеу керек? Нақты мен сізге этаптарын түсіндіріп беретін боламын. Бұл видеодан кейін уже сізде қандай проблема болып жатқан, қай этапта тұрғаныңызды, не істеу керек екенін нақты білетін боласыз. Енді өзімді қысқаша таныстыратын болсам, мен есімім Бақтыгүл Әлібаева, 5 баланың анасымын. Московский психоанализ университетінде нейрокоучинг, нейропсихология мамандығын аяқтағанмын. Дипломированный нейрокоуч. Қазіргі уақытта осы нейрондармен жұмыс жасау және состояниемен жұмыс жасау бойынша нақты практикалық түрде жұмыс жасап жатқан маманмын. Енді өзіңмен жұмыс дегенге келетін болсақ, қазір мен сізге қысқаша түрде түсіндіремін. Егер мысалы сіздің өміріңізде дәл қазір кәсібіңізде өсуде, ақшада проблема болса, қарыз кредитте проблема болса, немесе отношениеде проблема болуы мүмкін, немесе үнемі стресста, вот все нормально, қарыз кредит в целом бәрі жабылып жатыр, но внутренний состояниеңізде үнемі тревогада, үнемі бір нәрсе жетпей тұрған сияқты, пустота, бір нәрсе істесеңіз энергия жоқ, немесе өзіңізді басқалармен салыстыру, немесе өзіңізді жалғыз сезіну, вот осындай, осыған ұқсас көптеген проблемалар, яғни вот отырған кезде, вот өмір сүріп жүрген кезде, үйіңізде, жалпы басқа жақта жүрген кезде внутренний ішіңізде бір болады ғой, что-то не так, что-то вот бір нәрсе болмай, дұрыс болмай жатыр деген сияқты ішіңізде бір сезім болса, значит, бұл видео дәл сізге арналған. Егер қараңыздар, егер сіздің өміріңізде қазір осындай бір ситуациялар болып жатса, енді өзіңмен жұмыс дегеніміз не деген нәрсені мен сізге осыған түсіндіріп көрейін. Енді қараңыз, осындай проблемалар болып жатыр. Көп адамдарда осы кезде 3 этапқа бөлуге болады. Яғни бірінші этап ол проблеманың ішінде болу. Яғни егер сізде болады, білесіз, что-то не то жүріп жатыр, қарыз кредитте жүрсіз, проблема болып жатыр, балаңыз ауырып қалады, болады, проблемадан проблема, и білесіз, түсінесіз, что-то не то, бір нәрсемен жұмыс жасау керек екенін. Бірақ не екенін білмейсіз, яғни проблеманың ішінде жүрсіз. Енді екінші этап бар, ол проблеманың бар екенін көру. Осы кезде көп адамдар іздеу этабында, мысалға, что-то не то екенін біледі да, психологтардың парақшасын қарап бастайды, либо ақшасын төлеп психологтарға, коучтарға барып бастайды, екінші подкасттар көреді, әртүрлі кітаптар оқуы мүмкін, ақпараттар іздейді, ютубтан көреді, яғни проблема не екенін түсіну мақсатында әртүрлі не істейді, ақпараттар іздейді. Яғни бұл екінші этап. Бұл жерде адам өзінің проблемасын түсінгісі келеді, менде не болып жатыр. Бірінші этап бұл сол проблеманың ішінде жүру, әйтеуір проблема болып жатыр. Ал екінші этап бұл проблеманы түсіну, что-то не то болып жатқанын біледі, и это проблема в чем? И осы моментте тоже адамдар ізденеді, қарайды, әртүрлі подкасттар көріп бастайды, жаңа айтқан сияқты, іздейді, көреді, но прям ана нәрсемен жұмыс жасамайды. Үшінші этап бар, олар уже все, реально сол проблеманы түсінеді, все, сол проблемамен жұмыс жасайтын адамдар. Енді оны қалай мысал келтіретін болсақ, мысалы сіздің үнемі ішіңізде тревога, уайым, стресста жүресіз, да, и оны жүресіз солай, все, нормально, и бір күні тело өзі привыкать етеді, уже стресста жүруге үйреніп қаласыз, да, спокойный жүру, расслабленный жүру деген нәрсені уже миың ұмытып қалады. Яғни сіздің миыңыздың бөлімі уже стресста жүріп үйренген, все, стресс, и сондай проблемалар тарта бересіз, сондай ситуациялар өміріңізде болады. И бірақ бір күні ол шаршайды. Сол этап, екінші этап уже все, я больше так не хочу, что-то дұрыс емес болып жатыр, соны жөндеуім керек, дұрыстауым керек деген этап, ол екінші этап болады. Яғни ақпарат іздейді, подкасттар көреді, не болып жатыр менде, стресс, тревога деген сияқты ақпараттарды ізденеді, ютубтан неше түрлі подкасттар көреді, и естиді то, что оказывается внутренний состояниемен жұмыс жасау керек екен. Оказывается, тревоганың өзі ол опасный нәрсе екен деген нәрсені уже оған келеді, осознанностьқа келеді. Оказывается, бұл дұрыс емес, мен ол нәрсемен жұмыс жасауым керек деген этапқа келеді. Уже ол реально хочу работать. И солай бараттағаны внутренний шешім қабылдайды, ол психологқа, коучқа бару мүмкін, да.
немесе қандай да бір практикалар жасайды, медитациялар жасап бастайды, немесе өзіне тұрақты түрде бір әдеттерді қояды деген сияқты, яғни реально работает. тура сол сияқты сізде қазір қай этаптасыз? Мысалы сіздің өміріңізде қарыз кредит болса, соның ішінде жүре бересіз, и бір күні келесідан все, я так больше не хочу, қарыздан қалай құтыламын деген этапқа өтесіз, и бір күні сол этаптан өтіп үшінші этап бар, все, мен қарыздан құтылғым келеді, ол үшін не істеуім қажет, яғни реально жасайтын әрекеттерді жасаймын. Вот осы этапты өзіңмен жұмыс деген осы бір қарапайым осы үш этаптан тұрады, и сіз дәл қазір қай этабындасыз өзіңіз білесіз. Ол әртүрлі проблема мүмкін, мына жақта бизнеста, отношенияда, ақшада, состояниеда, білмеймін, балаларыңызбен отношения деген сияқты. Вот мына жақта проблема әртүрлі, но осы үш этаптың біреуіне тұрасыз да. И нәтижеге кім тезірек жетеді? Яғни проблеманы көреді, и одан шығады, и одан шығудың әрекетін жасайтын адам тезірек жетеді да. Яғни осы үш этапты түсінеді, ішінен шығады, түсінеді, все әрекетін жасайды. Яғни осы үш этапты жасаған адам ғана тезірек өзінің қалаған нәтижесіне жетеді. Ал енді сіз үнемі осы екі этаптың ішінде, үш этаптың ішінде бүйтіп жүре беретін болсаңыз, ешқашанда ол кругтан шықпайсыз. Сондықтан өзіңмен жұмыс деген нәрсе түсіну, шығу и реально оның практикаларын жасау, яғни реально әрекеттер жасау. Сондықтан өзіңмен жұмыстың қарапайым, базовый инструкциясымен жасап қойдым. Мысалға, сіздің өміріңізде бір отношениеңізде проблема болып отыр, күйеуіңізбен отношениеңізде, ата-енеңізбен отношения, жігітіңізбен, білмеймін, жұмысыңызда бастығыңызбен отношениеде бір проблема болып жатыр. И мен сезім деген жоба жасадым, қазір мен сізге көрсететін боламын. Сезім деген жобаның ішінде вот именно сол отношения байланысты түсіндірме сабақ, яғни оның, мен бірінші айттым ғой, оны түсіну, вот неде сізде проблема болып жатқан түсіндіретін сабақ бар, вот неге ол проблема сізде болып жатыр, неге ол нәрсе түсіндіретін менде арнайы сабақ бар. Екінші уже реально работа, реально соны құлағыңызға тыңдайсыз, и сіздің состояниеңізбен, нейронный связьдарыңызбен реально ол жұмыс жасайды. И төртінші уже реально қадамдар, яғни тапсырма берілген. Тура сол сияқты өміріңізде ақшада проблема болып жатса, денсаулығыңызда проблема болып жатса, немесе бір эмоциональный күйіңізде энергияңыз жоқ болса, вот аласыз, проблеманы түсінесіз, екінші реально практикасын жасайсыз, үшінші тапсырмасын жасайсыз. Все, базовый осы бір привычка, базовый осы бір білімді өзіңіздің өміріңізге енгізіп, күнделікті өміріңізге қолданатын болсаңыз, реально сізде жаңағыдай тревога, стресс, состояниеңізді бір қалыпқа келтіретін болсаңыз, сіздің уже ұйқыңыз тынышталады, денсаулығыңызда реттеліп бастайды, отношениеңіз реттеледі, өйткені сіз эмоционально сау адамсыз. Эмоционально сау кезде сіздің реакцияңыз да спокойный болады. Одан кейін ақша келу, сізде уже эмоционально спокойно болған кезде энергияңыз, менде қазір энергияны көбейтуге арналған, ресурс толтырған аудио практикалар бар. Соны жасау арқылы сіз энергияңызды қалыпқа келтірген кезде, состояниеңіз спокойно болған кезде идея келеді. Аласыз, оны ақшаға айналдырасыз, идеяны әрекетке айналдырасыз. Егер сізде әрекет жасауасы телаңызда бір ауырлық пайда болса, денсаулықта, денені естуге арналған, не ұстап тұр, қандай блоктарға арналған, осы денеге арналған блокты естесіз, модульді ашасыз, тыңдайсыз, құлаққа саласыз, одан кейін құлағыңыз аудиотерапия болады, ол денеңізге әсер етеді, сознанияңызға әсер етеді, и дальше тапсырманы орындайсыз. Все, қарапайым алгоритм, аласыз, жасайсыз, өміріңізде қолданасыз. Базовый өзіңмен жұмыс деген осы нәрсе. Бірінші кезде көптеген психологқа бару керек деген нәрсені алып тастап, просто осыны өміріңізде күнделікті қолдансаңыз жеткілікті. Оның бағасына келетін болсақ, менің мысалы бір консультация маған басқа қалалардан көптеген кәсіпкерлер, жалпы адамдар жазылады. Менің консультациям, 2 сағаттық консультация менің 50 000 теңге тұрады. Ал бұл жерде мен өзімнің даусыммен, біліммен, полный инструкция жасалған бұл жүйе, бұның ішінде 12 менің аудиотерапиям бар. Яғни бір терапиям, бір консультация саналады. Енді ойлаңыз, менің бір ғана 2 сағаттық консультациям 50 000 теңге алған дұрыс па, либо 12 аудиотерапиямды 50 000 теңге алған выгодно ма? Мен мысалға бұл жерден маған негізі выгодно 2 сағатта 50 000 теңгеден консультация өткізіп отырған. Бірақ менің миссиям көбірек адамға көмектесу. И мен олай қалай көмектесем? Өте қолжетімді баға, но өте мощный адамдарға әсер ететін жүйе жасау болатын. Сондықтан мен осы жүйені жасап шықтым. Егер сізде все,
я хочу работать над собой, өзімді түсінгім келеді, мен эмоционально здоровый адам болғым келеді, өзімнің энергиямды толтырғым келеді, денімнің сау болғанын қалаймын, не только өзімде, отбасымда сау қарым қатынас құрғанды қалаймын. Когда сіз өзіңіз сау қарым қатынас құруды үйренесіз, сіздің айналаңыздағы адамдарға сіз уже сау қарым қатынас құрып бастайсыз. Сондықтан өзіңізбен қарым қатынасты құруды үйренген кезде адамдар да сізге сол қарым қатынасты бере бастайды. Сондықтан өзіңмен жұмыс жасағым келеді дейтін болсаңыз, арнайы құрған осы сезім деген жобаға келіңіз. Базовый өзіңізбен жұмыс жасаудың ключевой элементтерінің барлығын мен берген болатын. Сезім деген не ол? Міне қараңыз, мына жерде сезім деген жоба. Бұл жерде міне базовый осы этаптармен жұмыс жасаймыз. Яғни 9 сіздің состояниеңіз, яғни ментальный күйіңізбен, эмоциональный күймен, денсаулық, энергия, өзін бағалау, самооценка, қарым-қатынас, руханият, ақша, реализация. Осы этаптармен біз жұмыс жасайтын боламыз. Яғни сізде мысалға состояниеңізде что-то не то, эмоциональный күйіңізде, вот біреумен ұрысып қалдыңыз, аласыз мына жерде, қазір мен сізге көрсетемін. Мысалға, қараңыз, ментальный күй деген миыңызда тыныштық жоқ, миыңызда хаос болса, мына жақта мен полный түсіндіремін. Екінші бізде аудио практика бар. Мына жерде аласыз аудио практиканы, тыңдайсыз, и астында мини тапсырма. Яғни мына жақта сіз проблеманың не екенін білесіз, одан кейін проблеманы реально қалай жұмыс жасау керек. Мына жақта бізде практика бар, мына практика миды тыныштандыруға арналған практиканы жасайсыз, и все, мини тапсырма. Яғни бұл тоже екінші эмоциональный күй. Бұл жерде тоже сізде отношениеңізде бір любой ситуацияда, страхта, тревогада, сондай состояние болса, аласыз, мына жақта эмоцияңызды қалыпқа келтіруін түсіндіремін. Эмоцияны қалай қалыпқа келтіруге болады, қалай қабылдап, босату, яғни терапия жасалғанбыз мына жерде. И мына жақта менде арнайы өзімнің коучингта беретін тоже техникаларым бар, қалай үнемі біз өзіміздің эмоциямен жұмыс жасаймыз. И бұл жерде еще менде 2 техника бар. Мына жақта жедел терапия, жедел көмек медитациясы. Мысалға біреумен қатты ұрсып, все, уже не могу деген состояние болса, скорый помощь сияқты жасайсыз, уже сізде стабильное состояние. Одан кейін мына жақта денсаулықта, мысалы сізде артық салмақ немесе ауру, қандай да бір денеңізде проблема болса, ол жақта біз денеге байланысты сабақ арнайы, одан кейін денемен байланысу медитациясы берілген. Мына жақта арнайы нейрокоучинг сұрақтары. Қарасаңыздар, өте қарапайым, уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, өте тиімді формат, яғни көресіз, құлағыңызға саласыз, жасайсыз, все 10-15 минут. Ешқандай да сіздің көп уақытыңыз кетпейді. Зато мына жақта сіз уже яғни самооценкаңызға маған гүл бермейді, мен маңызды емеспін, маған внимание бөлмейді. Қараңыздар, мына жақта қарым-қатынас модулі, руханият, жүректі ашуға арналған медитациялар бар. Осылай ақша модуліне енді қазір салынады. Осылай қараңыздар, осы жерде бұл как инструктор сияқты. Инструктор тура сіз ағылшын үйрену сияқты, немесе машина айдау үйренген сияқты, мына жақта сіз өзіңіздің эмоцияларыңызбен жұмыс жасауды, состояниеңізбен жұмыс жасауға көмектесетін инструкция бар. Енді қалай алам дейтін болсаңыздар, осы номерге қазір менеджерге номер қоямын. Осы номерде WhatsApp бар, осы номерде Каспи бар, 50 000 теңге аударасыз, чекті осы номерге жібересіз, мен сізге сразу доступ ашып беретін боламын. Доступ қыздар навсегда. Неге навсегда қойдым? Өйткені бұл карманный психолог, карманный коуч сияқты. Яғни сізде бүгін бір проблема болды өміріңізде, бір отношение, мысалы күйеуіңізбен бір ұрысып қалдыңыз, аласызда эмоциональный күй деген модуль бар, соны аласыз, көресіз, практикасын жасайсыз, все, сізде уже 15 минуттан кейін жаңа бетіп тұрған айғай, реніш, оның бәрі басылады, спокойно қайтадан сау қарым-қатынас құрып бастайсыз. Сондықтан бұл 50 000 теңгеге навсегда доступпен өте выгодна цена. Лучше сіз қазір осы бір эмоцияларыңыздың бәрімен ренішіңіз толтырып, оны ауруға кеп, оның аурудың соңы қаншама дәріге, қаншама уақыт кеткенше, лучше 50 000 теңге аласыз, күнделікті жасайсыз. Бұл не только қалай айтсам болады, не только работа с мышлением, состоянием, бұл все сіздің бүкіл өміріңізге, бүкіл өмірлік сфераңызға әсер етеді. Яғни сіздің ментальный күй состояниеңіз спокойно болған кезде, бірінші денсаулығыңызға спокойно болады, денсаулығыңыз сау болады, екінші отношениеңізде спокойно болып бастайды, сіздің балаларыңызға қарым-қатынас құратын, айналаңызға беретін сіздің реакцияңыз уже спокойно болып бастайды. И не только ол ақша, қарым-қатынас, сіздің қарыз кредитіңіздің жабылуына, өйткені мына жерде менде
бұл уже бөлек сабақ. Мына жақта бізде эмоциялар адамның вибрациясының осы шкаласы бар. Яғни мына жақта гнев, раздражение осы эмоцияда жүрген сайын сізге осындай ситуациялар тартылады. Ал енді ойлаңыз, сіз қарыз кредит үнемі ойлай берген сайын сізде ол нәрсе көбейе береді. Ал жаңағы практикаларды жасау арқылы сіз мынау жоғарғы вибрацияға шығасыз. Жоғарғы вибрацияға шыққан кезде сізге ақша жеңіл келіп бастайды, армандарыңыз тез орындалып бастайды. Эмоциональный күйіңіз спокойно болған сайын сізге сыйлықтар, сіз қалаған қалауларыңыз тезірек орындалып бастайды. Бұл чудо емес, бұл кәдімгідей ғылыми тексерілген механизм. Сондықтан кім жұмыс жасағысы келеді, вот қазір мына жерде номер қалдырамын, сол номерге жазасыз, төлейсіз. Менде ешқандай продажник жоқ, мен сізді уговаривать етпеймін, давай ал, неге аласыз ба, алмайсыз ба, вот мен ондай нәрсе жасамаймын. Если сізге керек па, сіз дайынсыз ба, просто төлем жасайсыз, все, аласыз. И сондықтан да бұл жерде мендегі мақсат сатып тастау, ақша табу емес. Реально дайын адам сатып алған кезде оны жасауға дайын болса ғана бұл білімдер пайда болады. Просто так сатып алып қойып қою тоже ол как мусор сияқты қалып кетеді да. Сондықтан менің бұл жердегі мақсатым сіз бұл нәрсені алып қойып қою емес, реально алып өміріңізге қолданып, өміріңіздің качествосын өзгертуге себепкер бол. Сондықтан сізді сезім жобасына күтемін. Келем дейтін болсаңыз, номерге төлем жасап, чегіңізді сол номерге жіберіңіз, сізге міндетті түрде доступ ашылатын болады. Оны сатып алсаңыз да, сатып алмасаңыз да, бастысы менің мақсатым осы жерде өзіңмен жұмыстың нақты не екенін түсіндіру. Сізбен болған мен Бақытнұр Әлібаева. Келесі видеоларда кездескенше.